Қазір ценовой предложениеде бізде 3 уровень бар да, тендерге кіріп жатқандарда 3 уровень бар. Бірінші уровень ол ценовойға кіріп жатқандар. Новичок тендерге кірген кезде бірінші уровеньде жүреді, ценовойда жүреді. Ценовой ішінде товары бар, работасы бар, сода жүреді. Ары қарай істей алмайды, өте алмайды ол. Ары қарай определенный бір білім керек оған ше, опыт керек оған. Ол уже екінші уровень. Екінші уровень мен үшінші уровеньде ақша істеуге болады, жақсы ақша істеуге болады. Бірінші уровень ол жерде ақша істей алмайсың, ол жерде выживать етесің только. Мысалға 2-3 ценовой ұтып аласың да, соның біреуінен минусқа кетесің, біреуінен пайда табасың. Просто жұмыс істеген болады, болды. Открытие конкурста олай емес. Открытие конкурста кішкене көбірек документация керек. Мысалға кез келген адам 4-5 кнопканы басып заявка жібере алмайды ол жерде. Бір тендерге қатысу үшін сен документтер жинауың керексің. Оған определенный бір шығын шығарасың қалтаңнан. Оны шығын шығара бермейді ғой қазір көп адам. Мүшелен сәл төмендеу адамдар шығын шығармай пайда тапсам деп ойлайды. 10 миллион теңге пайда табу үшін ол 100 мың теңгеге сен документ сатып аласың, болмаса мынандай нәрсе сатып алуың керексің дейтін болсаң, жындысың ба, сен ақымақсың ба дейді ол саған. Ұрсады ол саған кәдімгідей. Сондай адамдар ана ценовойда бірінші уровеньде жүреді. Екінші уровеньдегілер, олар бір тендер бар, 10 миллион теңге пайдасы бар, сол 10 миллион теңге пайдасы бар тендерді ұту үшін ол 1-2 миллион теңге шығын шығаруға дайын ол. Сол конкурсқа қатысуға дайын. Ал үшінші уровеньдегілер, олар тендерден байитын адамдар. Тендерден байым деген адам үшінші уровеньде жүреді. Бір тендерден байып кетуге болады ол жерде. КРБС-қа қатысатын үшінші уровеньдегілер бұл жерге қатыспайды, бұл жерге кірмейді.